Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Бүгін 10 маусым, жаздың 1 айында осындай жауын жауып тұр. Бүгін бастады, қазір кешкілік уақыт, 5-ке таяқ қылған. Жауын әлі жауатын, аяқтың бәрі көлдетіп жіберсін. Алдында мына жаққа 3 бал түсіргенбіз, көдергеде түсіріп жатырмыз. Мына жақта да тұр осындай 3 бал. Бұршақ жаман жауды, қанша жыл болды жаумағанына қараңыздар. Толып болды ғой үшін. Камераны сүртіп жіберейін. Аяқтың бәрі бұршақ. Найзағай гүрілдеп. Осындай бұршақ. Бұршақтың. Осындай күн болып тұр. Қазір жаңбыр қайттан құйып жатыр. Қойыққа беріп. Аяқтың бәрі бұршақ. Қазір огурец жақты көріп жіберейін. Ит босат деп шыңғырып жатырмын. Талдың түбіне су толып қапты. Мына пиязымыз алдында екілген. Ой, бұл мына жақтың бәрін огурецқа дайындап жатқан жердің бәрін шайып кетіп қойсын. Мына шеттің бәрін көрген. Мына картошканың түрін қараңыздар, не болған. Жайқалып өсіп береді. Енді бұлар қайтып орнына келе ме екен, келмес пе екен? Картошкалар. Бәрі жатып қапты. Желдетіп, жамандап, жаман жауын болды бүгін. Қазір аяқтың бәрі көлдетіп. Картошкаларға обал болды. Күн деген суық болып тұр. Өтіп барады мына жауын, салқын жауын. Ал картошкалар сынып обал болды байқұстар. Алла берекесін берсін. Күн жылып жақсы болса, қайттан орнына қалпына келетін жер. Болмаса түзетіп көреміз. Ертеңдері жаңбыр қойып жатса. Қазіргі жаңбыр жаман болды. Осылай. Әлі қояйын деп тұрған жоқ. Жарты сағаттан аса уақыт болды, бірақ осындай көлдетіп кетті. Бұршақтың жаумағанына біраз болып, бұршақ жауып. Осындай. Сол енді фазендаға барсақ, бүгін ертең барамайтын шығармыз. Жақында барып қалсақ, фазенданың жағдайын түсіреміз, Құдай қаласа. Ояқта 3 адам бар. Енді малдар өткендейді кетіп қалмай аман есен шығар деп ойлаймыз. Өткендейден кейін қора қамақ қойған шығар. Тауықтарға абай болу керек, солар өліп қалмаса болды, балапандары. Сол жаңа су тиіп, видеоны тоқтатып тастады. Соның жалғастырып отырмын. Мына жақтың бәрі су болып жатыр. Бәрі жаман су болды мына жақтың бәрі. Бұлай біраз жаумап еді. Қоралардың іші бос тұр. Бұның үшін бір тазалап дәрісін сеуіп тастау керек кенеге қарсы. Соның болды мына жақтың бәрі осындай шөп. Былтыр қойлар жүрген кезде қандай болды өздеріңіз көрдіңіздер. Шөп жоқ еді. Жақсы жауындардан осындай болып, адам бойымен бірдей болып шөптер шықты. Мына аяқтың бәрі қораның ішіне дейін көл болып отыр. Қораға кіргеннен су болып жатыр. Аяқтың бәрі қараң болып тұрсын. Осы мына ар жаққа дейін кетіп қалған су. Жақсы жауын болды. Қоралардың ішін бәрін бір бутокс кене өлтіретін сондай дәрілерін сеуіп шығу керек. Аяқтың бәрі жауын. Сол бізде жаңалық жоқ. Шөп орып, шөптерін тасып атқан адамдарға қиын болды. Жауынға шөптер орында шіріп кететін болды шөптерді. Кілемдер тұр. Бұларды алып тастап бір бөлек жуып, бұларды тазалап қою керек. Егер қатты қыстар болса, қайттан қоя саламыз. Аяқтың бәрі су болып тұр. Аяқтың бәрі су болды. Қораға кірген жоқ. Аяқтың бәрі су жиналатын жер осы жақ. Осы жағы су жиналып тұр.
қораның ішінде осындай су болып тұр. Іштен кірген сулар ғана желмен. Мына біреу ашық жерінен кірген. Қораның ішін тазалап тастадық. Мына шеті қалды. Осы шетін тазаласақ болды сонымен. Сонымен бітеді. Сол бізде аман болыңыздар, бар болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Жаңбыр тоқтады жайлап енді. Жел тұрып жатыр. Осындай көк күмек көп тұр бізде. Мына жерге су кіре жатыр. Қазір бұл жер бітеп тастаймын. Қораның ішін бәрін су қылып. Сол бар болыңыздар, аман болыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.